Kızım, Coca-Cola söyleyip olmaydı. O ziyanlı. Çok yedik bir şey. Apaydan sorayım. Apay, dün haletta skasna kola var. Onu söyleyip olmadı mı? O ziyan yemiş mi? Apay sürksü. Olay bolsa balar geçince Coca-Cola'nın faydası men ziyanını aytып берейин. Жеп жейді жеуге болар екен, соның барлығын сендерге айтып берейін. Балалар, несіне жаңа сұрадыңдар ма Coca-Cola'ның пайдасы мен зияны қандай деп. Балалар, Coca-Cola'ны ата-аналарымыз әдетте шөлдегенде шөліңізді қандыруға ішуге болады. Бірақ оны күнделікті қолдануға болмайды. Мына Coca-Cola'ның құрамында не бар екен сендерге айтайын ба? Не қандай? Түсі қандай Coca-Cola'ның? Қоңыр түсті. Бұл Coca-Cola'ның ішінде, міне осы Coca-Cola'ның ішінде ортофосфор қышқылы бар дедік, ол біздің тісімізді, эмалімізге зиян келтіреді. Кальцийімізді азайтып жібереді, сондықтан көп ішуге болмайды. Ал қанды көп болғандықтан көпшіліктен қан диабеті ауруына шалдығуымыз мүмкін. Сондықтан Coca-Cola'ны күнделікті қолдануға болмайды. Тек қана шөлдеген кездегі шөл басқанда ғана ішеміз. Ал чипсиді балалар, ол чипсидің құрамында чипсиді картоптан жасап майға құрады. Бұның ішінде бұл чипсиді майы көп болады. Майлы болғандықтан асқазанымыз жұмыс істемей қалады. Сондықтан чипсиді де көп жеуге болмайды балалар. Міне Coca-Cola'ны алайық. Өзімде қалғанда қыздарға құйып. Балалар қараңдаршы, менің қолымда не көріп тұрсыңдар? Мынау не? Мынау не? Шеге. Мынау қандай шеге? Қандай шеге? Лас, кір шеге, ал бір шегені алып салшы өзің Coca-Cola'ны. Сала ғой. Ал сен алып сала ғой. Сала ғой. Қоланың ішіне салшы, шегені алып. Гүлмұхамед, сен алып сала ғой. Біз лас шегелер салдық. Енді мына қасында не көріп тұрсыңдар? Тиын, не? Тиындар, қайда салшы? Лас тиындар. Сал, лас тиындарды салыңдар енді. Саламыз, өте жақсы. Осыларды бір күнге осы Coca-Cola'ның ішіне салып қояйық. Бір күн бойы бақылайық, ол қандай болады екен, е? Осылай қойып, бетін жауып қояйық. Оны біз бақылаймыз. Бір күнде ол не қандай болады екен, бір күннен кейін. Ертең қараймыз, жақсы ма? Балалар, міне Coca-Cola'ны құйып, тағы да бір зерттейміз. Мен сендерге қазір көрсетемін, нені зерттейді екенбіз. Мынау не балалар қолда? Жұмыртқаның сырты. Ол міне осы жұмыртқаның сырты лас болып қалған, е? Осыны біз осы Coca-Cola'ға салайық. Әне, әзір салшы, салшы. Саламын қоланың ішіне. Сәлем, Гүлмұхамед, саламын. Және сен де саламын. Міне балалар, оны да бір күнге қойып қояды. Бір күннен кейін осы қандай болғаны жұмыртқаның сыртын көреміз, е, балалар? Балалар, қараңдаршы, алдарыңызда не көріп тұрсыңдар? Чипси неден салады екен? Картоптен осы чипси қандай екенін, әне бәріміз ақ қағазымызды ашайық, ашына ақ қағаз. Ақ қағазымызды ашайық. Осының бір шетіне чипсиларды салыңдар. Міне қараңдаршы, мен мына жерге чипси салдым. Әне сен қай жерге саласың? Сен қай жерге саласың? Саламын. Бір жерге чипсиларды салыңдар. Әзім саған салып берейін, е? Салыңдар, тағы біреу сал. Саламыз. Енді ақ қағазды жабыңдар. Аны қатты басыңдар. Енді қағаздарды ашыңдар. Қараңдаршы, мына жағында не көріп тұрсыңдар сендер? Май болды, е? Балалар, ол чипси күнделікті қолдануға болмайды. Өте майлы, асқазанымызға зиян келеді. Сондықтан күнделікті чипсиді жеуге бола ма екен? Күнде чипси жеуге бола ма екен? Болмайды. Ол зиян күнделікті жесе, е? Балалар, міне біздің кешегі жасаған жұмыртқамыз және не салдық кешегіз? Шеге салдық, тиын салдық. Соны бүгін қарайық, олар қандай болды екен? Олар неше күн тұрды балалар? Бір күн тұрды. Енді біз оның түрін қарай қандай болды екен? Қараңдар балалар. Мынау бізде не екен? Жұмыртқамызды қараңдар. Бір күн тұрғаннан кейін жұмыртқамыз қандай болып кетіпті? Қоңырланып кетіпті, е? Ал мынаның ішінде не қойып едік біз? Шегелер, е? Шеге мен тиындар. Ал қарайықшы, қараңдар балалар. Қандай болыпты? Тап-таза болып қалыпты, е? Яғни балалар, бұдан бізге осындай қорытындыдан шығаруға болады. Біз Coca-Cola'ны күнделікті қолдануға болмайды. Ол біздің тісімізді, эмальдарын осындай қылып жібереді. Асқазанымызды осындай әппақ қылып шайып жібереді. Сондықтан Coca-Cola'ны, чипсиді күнделікті қолданбаймыз, е балалар? Жақсы ма?